Жаз басталғалы Шымкентте электр желілеріне түсетін жүктеме едәуір артқан. Соның салдарынан қаланың бірқатар шағын аудандарында электр энергиясы жиі өшеді. Мәселен, Еңбекші ауданында тозығы жеткен электр желілерінің істен шығуы тұрғындарға қолайсыздық туғызуда. Редакциямызға хабарласқан тұрғындар аптап-ыстықта тұрмыстық техникасы қайта-қайта өшіп, әбіржігенін айтты. Бұл мәселе бойынша Еңбекші ауданының әкімі Досбол Күздікбайұлы баспасөз брифингінде түсініктеме берді. Оңтүстік жарық транзит мекемесі тарапында инвест жобасы аясында 2027-ге дейін әр елді мекендегі тозығы жеткен өздерінің ескі линиясы, ескі трансформаторларын ауыстыру жоспарға қойылған. 2025-те 23-те 9 шақырым құрайтын желі жаңартылып, 13 трансформатор ауыстырылды. Ағымдағы жылы да 8-де 8 шақырымда ескі желілерді ауыстырып, 8 трансформатор жоспарға қойылған ауыстыру. Қазақстанда 2 трансформатор ауыстырылды, жыл қорытындысымен жұмыстар аяқталатын болады. Яғни трансформаторлар толығымен ауыстырылмай, жағдай бірден түзеле қоймайды деген сөз. Сонымен қатар аудан аумағында су басу қаупі бар аймақтар жеткілікті. Оны шешу үшін арнайы іс-шаралар жоспары бекітіліпті. Ирригация жүйесін жаңалау жұмыстары қолға алынды дейді аудан әкімі. Жаңбыр жауғанда, нөсер жаңбыр жауғанда көлдейтін 57 мекенжай анықталған. 3 жыл кезеңде осы 57 мекенжайды толық ирригация арықтар салып, су көлдеу орындарын алдын алу жұмыстары жүргізілді. Енді тағы да зерттеулердің нәтижесінде бізге тағы қажетті 52 мекенжай анықталып отыр. Бұл бойынша да негізгі ең бірінші қажеттілігі бар 12 көше бойынша жұмыстар атқарылып отыр. Халық қатысатын бюджет жобасы аясында биыл Еңбекші ауданында 43 жобаны жүзеге асыру жоспарланған. Оның ішінде 35 балалар ойын алаңын және спорт алаңын салу, 6 гүлзарды абаттандыру және 2 жаяу жүргіншілер жолын салу көзделген. Қазіргі таңда 3 ойын алаңының құрылысы толық аяқталса, қалған 32 ойын алаңы мен 6 гүлзарда құрылыс жұмыстары жүріп жатыр. Нұрай Жылқыбай, Елдар Жүнісқанов, Олжас Құдайбергенов, Әділет телеарнасының жаңалықтар қызметі.